Қымбатты оқырман, мен ажырастым. Бұл шешіміме қуанып отырғаныммен, өз қолыммен жасаған жалғыздығыма өзегім өртенеді. Күйеусіз қалдым деп отырған жоқпын. Қорасыз да таңым атады. Перзентім жоқ, осы менің жалғыздығым және өкінішім. Мен бұған күйеуімді кінәлаймын. Өйткені мен оған қырсығамын деп аборт жасатқан едім. Бірақ аборттың зардабы болатынын ойламадым. Анам марқұм үнемі ашуланып тұрғанда ешқандай шешім қабылдама деп айтатын. Ашудың басылғанын күттейтін анам. Ал мен сол күні ешкімді тыңдайтын жағдайда емес едім. Күйеуіммен 1 жыл жүріп қосылғанмын. Бір-бірімізді қатты сүйдік. Кейбіреулер сияқты тұрмысқа шыға салып құрсақ көтермедім. 3 жыл аяғым ауырламады. Жас болған соң бала туралы ойлай да қоймадық. 4-ші жылы айналамыздағы адамның бәрі айта бастаған соң ғана дәрігерлерді жағаладық. Екеуміз де жұмыс істейміз. Ата-енеден бөлек пәтер жалдап тұрамыз. Бұлайша айтқанда, ене, қайынсіңлі, қайынәпке, абысын тарапынан ешқандай мәселе болмады. Күйеуімнің әйел құмарлығы болмағанда, біз бақытты күн кешер едік-ау. Жұмыста 5 келіншек құрдас болатынбыз. Бір күні бесеуміз бір сыдырғы өмірімізге сән кіргізу үшін айына 1 рет бас қосуды ұйымдастырдық. Әрине, күйеусіз, тек әйелдер бір-біріміздің үйімізге барып, отырыс жасайтын болдық. Бұны дәстүрге айналдырамыз дедік, сондай-ақ бас қосып қана қоймай түнімен әңгіме дүкен айту үшін сол үйге қонатын боп шештік. Бәрімізге оңтайлы болу үшін демалыс күнді таңдадық. Отырыс, бас қосу әйелдер үшін керемет терапия ғой. Сонымен бірінші отырыс Ақмаржанның үйінде өтетін болды. Құрбы келіншектерді күйеуім жақсы таниды, сондықтан қонуға да рұқсат берді. Ақмаржанның үйіне жиналдық. Тамақ желінді. Одан кейін өзіміз апарған торт пен шай іштік, дүкеннен пісте алып шақтық. Әңгімеміз жарасып түн ортасына дейін отырдық. Негізі таңға дейін ұйықтамай әңгіме айтамыз дегенбіз, бірақ Ақмаржанның 1 жасар қызы байқаусызда кеп ыстық шәугімді тартып қалды. Қайнап тұрған су үстіне құйылып күйіп қалды. Жедел жәрдем шақырып ауруханаға кетті. Осылай бірге түнеп түнімен сырласамыз деген жоспарымыз табан астында өзгерді. Бәріміз қайтып кеттік. Таксимен үйге қайттым. Өз кілтіммен есікті ашып мысық табандап ас үйге кірдім. Күйеуімді оятып алмайын деген ой ғой менікі. Ас үйдегі үстелде желінген пицца, ашылған вино, 2 бокал тұр. Біреу келген бе? Тыңдап көрдім, тып-тыныш. Төргі бөлмеге оздым, ешкім жоқ. Жатым бөлмеге кіріп жарықты жақтым. 2 адам жатыр. Мұндайда әйел не істейді? Өз төсегінде жатқан бөтен әйелді шашынан жұлып сүйрейді, күйеуінің быт-шытын шығарып ұрсат деп ойлаушы едім. Не істерімді білмей абдырадым да қалдым. Даусым да шықпай қалды, құр қыстығып жылай бердім. Ас үйде отырмын. Күйеуім мен бөтен қыз күбір-күбір сөйлеп жатыр. Бір уақытта сыртқы есік ашылып жабылды. Қасыма күйеуім келді. Құрбыңның үйіне неге қонбадың деді, беті бүлк етпестен. Бар тапқаны осы сөз болды. Менің айтарға сөзім жоқ. Жылып-жылап ас үйдегі диванда ұйықтап қалыппын. Таңертең жүрегім айнып тұрдым. Кеше жақпайтын бір нәрсе жеп қойдым ба екен деп қоям өз-өзіме. Кешке дейін лоқсып мазам қашты. Көрші келіншек жүкті шығарсың деді. Дәріханадан тест сатып алып тексердім. Расында да аяғым ауыр екен. Қуана алмадым. Өйткені күйеуіммен ажырасамын деген шешімге келгем. Жаспын, 1 баламмен мені кім алады? Әкесіз оны қалай асыраймын? Осындай ойлардың жетегімен сол күні аборт жасаттым. Асығыс қабылдаған шешімім өмір бойы өкінішіме айналатынын ол кезде білмедім. Содан бері 11 жыл уақыт өтті, мен сәтсіз жасалған аборттың салдарынан балалы бола алмай жүрмін. Сол күйеуіммен ажыраспадым. Әркез оның жылы, тәтті сөздерінен соң жібіп қалай кешіргенімді білмей қалам. Бірақ ол әйел құмарлығын қоймады. Өзінің санасына бермесе, адам өзгермейді екен. Осы уақытқа дейін баламыз болмаса да, соған көнген ер азаматыммен бірге тұра берейін деп ойлағам. Дегенмен жар төсегіне сатқындық жасауын қоймайтын еркектен көңілім әбден қалған. Мәнсіз өмірімді өзгерткім келді. Сондықтан да өзгермейтін күйеуден кеттім. Өмірімнің жартысы еркекпен өтті, одан бақыт таппадым.
Керісінше, жылау, жабығу, сатқындық, бәрін көрдім. Қайтадан сол жаман эмоцияларды бастан өткергім келмейді. Сондықтан да қайта тұрмысқа шыққым келмейді. Тек бала асырап алып, бақытты өмірімді сүргім келеді.